Сәлем достар, бүгін ЕКГ-ге кіріспе сабақ қалыпты ЕКГ-ні талдайтын боламыз. ЕКГ дегеніміз жүректің ритмін, одағы патологияларды зерттеуге көмектесетін қарапайым инструменталды әдіс болып табылады. Жалпы ЕКГ-де біз үш стандарт отведение, бірінші, екінші, үшінші, одан кейінгі күшейтілген АВР, АВЛ, АВФ және де 6 кеуделік отведениені көре аламыз. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы. Бұл отведениелердің барлығы өзі белгілі бір жүректің бөлігіндегі патологияларды көрсететін болады. Оларды келесі сабақта айтатын боламын. Біз ЕКГ түсірілді, соны алып келген кезде біз ЕКГ-нің дұрыс түсірілгенін қайдан біле аламыз. Біріншіден, барлық отведениеде осындай сызықтар болу керек. QRS, QRS, Т осы тішелер толық болу керек. Және де АВР осы отведениеде Т тішесі теріс болу керек. Мысалға P, Q, R, P, Q, S, Т бұл жерде теріс болу керек. Одан кейін тек осы АВР отведениесінде Т тішесі теріс болса, және де осы барлық QRS Т тішелері болады. Сонда бұл жақсы түсірілген ЕКГ деп қабылдай аламыз. Және де ЕКГ-ні талдаған кезде мына алгоритмге сүйенеміз. Бірінші ритмді, ЧСС-ті, EOS-ті, волтажды және диагнозды анықтайтын боламыз. Ритм синусты емес. Оны қалай білеміз? Біз осы бірінші қандай тішелер бар екенін білуіміз керек. Яғни П тішесі, Q тішесі, R тішесі, S тішесі және Т тішесі. Бұл жердегі барлық тішелер өзінің қызметі бар. Мысалы, П тішесі бұл жүрекшелердегі жиырылуды көрсетеді. QRS бұл қарыншалардағы жиырылуды көрсетеді. Т тішесі бұл жалпы жүректің босаңсуын көрсетеді. Жалпы, егер ритм осы П тішесі осылай өзінің амплитудасы, яғни жоғары қарай кішкене көтерілгені болса, яғни П тішесі оң болса, онда біз синусты ритм дейміз. Ал егер П тішесі жоқ болса, синусты емес ритм дейміз. Одан кейін ырғақты емес. Ырғақты емес екенін бұл осы R тішелері, R тішелері солардың аралығын қарайтын боламыз. Бір-біріне тең ба. Мысалы, мына жерде бірінші отведение, екінші отведениелерді қарайық. Бірінші отведениеде 1, 2, 3, 4, почти 4 кіші, 4 бұрышты квадраттик бар. Ал келесінде 1, 2, 3, 4, екеуінде де 4, яғни RR тең деп айтамыз. Сондықтан RR тең болса, онда ритм ырғақты. Одан кейін ЧСС, яғни жүректің соғу жиілігі. Бұны қалай білеміз? Бұл үшін осы RR тішелерінің аралығын, жоғары қарай көтеріліп тұрған RR тішелері, бұл R, бұл R. Осы екі R тішелерінің аралығындағы миллиметрді өлшейтін боламыз. Яғни қанша кіші. Мысалы, мына жерде үлкен төртбұрыш тұр, оның ішінде 5 кішкентай төртбұрыш тұр. Яғни бірінші үлкен төртбұрыштар санап аламыз. Мысалы, 1, 2, 3, мына жерде 4. Яғни 4 үлкен төртбұрыш почти емес, ровно 4. Яғни 4 болатын болса, яғни үлкеннің ішінде 5 кішкентай төртбұрыш бар дедік, сонда 4-ді 5-ге бөлсек 20 болады. 20 болады. Енді осы бізде формула бар. 60 бөлінген RR 20 болды, 20 көбейтілген 0,04. 0,04 көбейтілген 20 бұл 0,8 болады. Енді 60-тан 0,8-ге бөлетін болса, бұл кезде 75 болады. Бұл жердегі 0,04 деген қайдан шықты екенін былай түсіндірейік. Біз осы ЕКГ түсірген кезде жоғарысына немесе төменіне жазылып тұрады. 25 мм секундына 50 мм секундына жылдамдықпен жазылды деген. Яғни соған байланысты егер 25 мм секундына болса, бұл 0,04 секунд болады, ал 50 мм секундына болса 0,02 болады. Солай. Яғни соған байланысты осы RR-ден шыққан санда осы 0,04-ге немесе 0,02-ге өтеміз. Сол арқылы ЧСС анықтаймыз. Үшінші EOS. EOS дегеніміз жүректің орналасу қалпы. Яғни оны біз осы бастапқы стандартты 3 отведениеге қарап білеміз. Бірінші, екінші, үшінші отведениеге қарап. Егер мына жердегі екінші отведениеде R тішесі басқа бірінші, үшінші тішелерден қарағанда екінші отведениедегі R тішесі бірінші және үшінші отведениедегі R тішесінен үлкен болып келсе, онда бұл қалыпты EOS дейміз, яғни жүректің орналасуы қалыпты. Ал егер біріншісінде болатын болса, яғни R біріншісінде жоғары, екіншісінде одан төмен болса, онда жүрек солға қарай ығысқан. Ал үшінші отведениеде 1 мен 2-ге қарағанда жоғары болатын болса, R тішесі онда оңға қарай ығысқан дейміз. Бұдан басқа да критерийлері бар, оны кейініректен Telegram каналға немесе келесі видеоларда айтатын боламын. Одан кейін волтаж дегеніміз бұл осы R тішесіне қаралып есептелінеді. Яғни мысалы бірінші, екінші, үшінші отведениеде қасында төртбұрыш тұр ғой. Сол төртбұрыш бұл яғни белгілі бір волтаж, яғни QRS, яғни қарыншалардың жиырылуы, яғни қарыншалардың жиырылуы белгілі бір энергиямен, яғни белгілі бір жылдамдықпен өту керек. Егер осы жылдамдық осы волтаждан
төмен болса немесе қалыпты болса немесе жоғарыда болуы мүмкін. Яғни жоғары болатын болса бұл кезде қай кезде жоғары болады, яғни оның барыншалардың көлемі үлкейіп кеткен кезде, яғни көлемі үлкейген сайын оған жылдамдықпен бару ұзарады, яғни уақыт ұзарады. Яғни соған қарап бұл волтаждың, яғни осы екіге қарап волтажы қалыпты, волтажы жоғары, волтажы жеткілікті, волтажы өте жоғары деген критерийлерді береміз. Одан кейін EKG диагноз. EKG диагноз бұл, яғни келесі сабақта да айтатын боламын, яғни белгілі бір экстрасистола болсын, блокадалар болсын, ишемия, инфаркттың белгілері, гипертрофияның белгілері болатын болса, соларды жазамыз. Одан кейін, яғни ол диагнозды біз қай жақтан алдық, яғни белгілі бір ответениелерде өзгеріс болу керек, соларды жазатын боламыз. Сол арқылы диагноз қойылады. Яғни қай кезде болмасын осы алгоритммен жұмыс жасайтын боламыз. Сондықтан барлықтарыңыз жазып алуларыңыз қажет. Сабақта кездескенше YouTube каналға тіркелеміз және әрі қарай есте сақтау үшін EKG суреттерімен тәжірибе жасауымыз керек. Сондықтан Telegram каналға, TikTok'ыма жазып қойыңыздар. Ол жерде жиі EKG суреттерін салып, не үшін ол жерде мынандай диагноз шықты, яғни қай жерде мынандай өзгеріс болды, солардың барлығын айтып түсіндіретін боламын. Аман болыңыздар.